Сәлем баршаңызға. Бүгін дәмді әрі ауызда тез еритін күлшелер дайындаймыз. Барлық заттар бөлме температурасында болу қажет. Ең алдымен сары майымызға шым-шым тұз қосып, кейін қантымызды қосып, майымыз ағарғанша 3-4 минутта миксерлейміз. Кейін бір жұмыртқамызды қосып, бір келкі болғанша 1 минутта миксерлеп аламыз. Соңында ұнымызды 2 бөліп саламыз. Үстінен 1 шай қасық разрыхлительді қосамыз. Барлығын үкіштен өткіземіз. Үкіштен өткізіп болған соң қолымыздың көмегімен қамырын елеп аламыз. Қамырын ұзақ елемейміз. Аздап біріктіріп аламыз. Енді дәл осылай жұмсақ болу керек. Дайын қамырымызды алып, ковриктің үстіне немесе пергамент қағазының үстіне қойып жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметрге дейінгі болу керек. Жайылған қамырымызды кез келген формаға кесіп аламыз. Мен осындай дөңгелек пішінді етіп кесіп алдым. Кесілген қамырымыздың және тағы осылай насаткамен ортасынан күлше секілді етіп кесіп аламыз. Қалған қамырымызды шетінен ақырындап жинап аламыз. Және сол қалған қамырымызды қайта жайып, формаға кесіп аламыз. Общий порциясы 16-17 штук шығады. Дайын болған күлшелеріміздің үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып аламыз. Күлшелеріміздің үстінен қалауыңызша арахис немесе миндаль қойсаңыз болады. Мен бірінші порциясына миндаль, екінші порциясына арахис қойып шықтым. Дайын болған күлшелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Көп ұстап қоймаймыз. Күлшелерімізді аздап үстін қызартып аламыз. Күлшелеріміз дайын. Дәмі өте дәмді әрі нәзік болып шығады, ауызда тез ериді. Дайындап көруге кеңес беремін. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Ас болсын.